Дәрігерлер Астанада болған автобус апатынан зардап шеккен 8 жасар қыз баланың аяғын кесіп тастауға мәжбүр болды. Жол жиегіндегі діңгекке соғылған қоғамдық көлікте 15 адам зардап шеккен, оның 6-ы бала. Қазір оқиғаның себеп салдары анықталып жатыр. Маусымның 2-сі кешкі сағат 10-дар шамасы. Жол бойында жүріп келе жатқан автобус кенет тарс етіп, шеттегі бағанаға соғылады. Сол уақыттағы көлік қозғалысы тегіс бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Автобустағы жолаушыларға медициналық көмек қажет болады. Бірінен соң бірі 9 бригада жедел жәрдем келіп жетеді. Ауруханаға жеткізілген 15 адамның 3-і стационарға жатқызылып, қалғандары үйлеріне жіберіледі. Госпитализацияға түскен 2 науқас бізде реанимация бөлімшесінде. Бір науқастың жағдайы ауыр, екіншісі өте ауыр жағдайда деп бағаланып отыр. Өте ауыр жағдайдағы науқас бізде қыз бала. Сол науқастың бізде аяқтың астыңғы бөлігіне ампутация жасалды. Одан басқа тағы бір науқас ауруханада жағдайы қалыпты. Қазір оқиға орны тазартылып, бағана орнатылып жатыр. Жол апатында жүргізуші өзі зардап шекпеген. Автопарк өкілдерінің айтуынша, ол кәсіпорында 15 жылдан бері жұмыс істейді. Ал таңертең жұмысқа шығар алдында міндетті медициналық тексерістен өткен. Абайсызда адамға ауыр дене жарақатын келтіруге әкеп соққан үшін қылмыстық іс қозғалды. Автобус жүргізушісі маневр жасау кезінде көлік тізгініне ие бола алмай, ақпараттық тақтаның тірегіне соғылған. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін жан-жақты тергеп тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жүргізуші уақытша қамау абақтысына жабылды. Жолаушылар тасымалдау кәсіпорнының мәліметі бойынша автобус зауыттан 2024 жылы шыққан. Техникалға қауіп болмаған. Дегенмен апатқа себеп көп болуы мүмкін дейді үйлестірушілер. Мысалы, қазір қалада 500-ге жуық жүргізуші жетіспейді. Повысить уровень соблюдения интервала. Бірақ кейде әртүрлі себептерге байланысты интервал сақталмайды. Ауа райы, жол көлік жағдайы бар. Арнайы жолақтары бар. Бұл кедергісіз жүруге мүмкіндік береді. Трафикке тәуелділікті азайтып, қызмет сапасын арттырады. Көп нәрсе жүргізушілерге байланысты. Олар жол ережесін қаншалықты сақтайды. Кейде осы учаскеде кешігулер, кептелістер, бір реттік жағдайлар болады. Ал жол апатынан зардап шеккен жолаушыларға сақтандыру компаниясынан өтемақы төленуі мүмкін. Өткен автобус жүргізушісі өзін сақтандырған болып шықты. Айзат Тұрғынбекқызы, Арман Бөкеев, 7-ші арна.